Кейде өмірімізде жұмыс көп болғандықтан 24 сағаттың өзі де жетпей қалады. Жұмысты үлгере алмай жатқанда түнгі ұйқыдан бас тартуға мәжбүр боламыз. Бірақ оған шешім бар сияқты. Не дейсіздер? Оның жауабы энергетикалық сусындар ішіп аласың. Аттай шабасың. Енді мен жұмыста дегенім ғой. Дәмі тартарлық көңіл күйді сыйлайды, тіпті керемет. Бірақ сол нағыз керемет пе? Жоқ әрине. Әлемде тамақтан өлетіндердің қатарында тіпті алдыңғы орында десек те болады. Жылдан жылға адамдар осы сусын түріне дағдыланып келеді. Америкадағы Мэриленд университетінің ғалымдарының 5 жыл ішінде зерттеуі бойынша 20-21 жас аралығындағы жас адамдардың өмірін бақылады. Олар көбіне кофеин көп пайыз энергетикалық сусындарды тұтынған. Нәтижесінде олардың көбісі ішімдік пен заңсыз препараттарды қабылдауға әуес болып кеткен. Айта кетсек, көңіл көтеретін банка ішіндегі сусынның апарар жолы өте қауіпті болмақ. Оның арты соған тәуелді болды әкеледі. Әлемдік денсаулық сақтау организациясы кофеин адам өміріне қатты зиян екенін ескерткен. Ал кофеин мөлшерден артық бар екенін білеміз. Кофеин миға түскенде мидағы шаршау деген сигналда жауып тастап, нәтижесінде сіз уақытында ұйықтамайтын боласыз. Ол сіздің жүрегіңізге ауыр келеді де, нәтижесінде жүрек қатты соғып, нашарлай түседі. Онда айтатын болсақ, кофе ше, оның құрамында кофеиннің үлесі энергетикалық сусыннан әлде қайда көп емес пе? Дұрыс, бірақ кофе ыстық болғандықтан және онда неше түрлі химиялық элементтер жоқ. Сондықтан энергетикалық сусыннан қарағанда зияны біраз аз. Ал энергетикалық сусын ше, ол қатты салқын газ алған және неше түрлі зиянды химиялық қоспалар бар және өте көп. Бір банкада 14 қасық қант салынғандай. Ойланып көрші, 14 қасық қант, Карл. Бір жылдары Германия елінде энергетикалық сусынның құрамынан кокаиннің аз бөлігін тапқан болатын. Қазір Еуропа және Америка елдерінде осы сусын түрлерімен күресу үстінде. Бұны жас жеткіншектерден аластау деген сияқты. Иә, кім көп ішеді және қанша жас сонша қауіпті өміріне. Себебі осы сусындардың қауіпі фастфудтан неше түрлі алкогольдық және зиянды заңсыз қабылдағыштармен бір қатарда тұр. Осыдан бірнеше жыл бұрын Шымкентте осындай сусындарды көп ішкені үшін бір жас баланың мерт болғанын естіген шығарсыз. Ол көп мөлшерде пайдаланып, соңында жүрегі шыдамай дүниеден өткен болатын. Ұзын сөздің қысқасы, байқаңыздар, спортпен айналысып, пайдалы тағамдарды жеп жақсы ойда болыңыздар. Біздің елде де осы заңдарды қабылдамақшы. 18 жасқа толмаған жеткіншектерге осы сусын түрлерін сатылмауы тиіс деген жоғарыда қарастырылып жатыр. Ал сіздердің ойларыңыз қалай? Бұған не дейсіздер? Бұл істеп жатқандарына қалай қарайсыздар? Дұрыс па? Қолдайсыздар ма? Әрине қолдайсыздар деген үміттемін. Арнаға жазылып, лайк басып кетіңіздер. Сау болыңыздар.